Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен дәмі ерекше болып шығатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті заттар: тұздалған қияр және піскен қызылша. Піскен қызылшамызды тор көзді үккіштен өткіземіз. Қиярымызды ұзынша қып, яғни солома қылдырып тураймыз. Шұңғыл ыдысқа екеуін салып, үстіне үлкен ас қасық мен күнжіт қосамын. Салаттарға арналған, қоспасаңыз да болады. Майонезбен араластырып, әдемілеп араластырамыз. Менің каналыма жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әбден араласқан салатымызды тәлеңкемізге саламыз. Мінекей салатымыз дайын. Әдемілік үшін мен бетіне шымшым күнжіт себемін. Сіздер укроппен немесе петрушкамен әсемдеуге болады. Әрі сәнді, әрі дәмді салатымыз дайын. Қонақтарыңызға ұсынуға болады. Сіздермен бірге болған арайлым ас болсын.